Сәлем достар, қалайсыздар? Енді мен сіздерге информатика пішімісін көрсетемін. Тек бір пішімі болады, басқа пішімі болмайды. Бізде онлайн мектептен берген, сондықтан мен оны дәптерге жазып көшіріп беріп тұрмын. Мінекей бірінші тапсырма. Алдарыңызда бәрі көрініп тұр. Міне тақырыбы Python тілінде программалы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма. Мәтіндік редактор мынаған, автоматты мынаған осылай кетеді. Скриншотқа түсіре берсеңіздер болады. Ал келесі тапсырмаға көшсек, 2. Сызықтық алгоритм ол С деген нұсқау дұрыс. Ал үшінші тапсырма. Кодты қарап шығыңыз. Және де тағы да сөйлемдер бар. А тең 6, С тең 5, бірдеме дегендер беріліп тұр. Бірақ соның В деген жауабы дұрыс. Ал төртінші тапсырма. Экранда не пайда болды дейді. А тең ақпарат print A деген нұсқаулар беріліп тұр. Біз оның С деген вариантын таңдадым. Міне бесінші тапсырма сәйкестендіру. Бағанағыша былай. Осылай сәйкестендіріңіздер, бәрі дұрыс. Және транслятор дегеніміз осы А деген нұсқасын белгілейміз. Скриншотқа түсірсеңіздер болады. Мінекей. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Ал всем пока.